Бүгін сіздерге сіз сағыз шайнағанда және жұтып қойған кезде не болады деген сұраққа жауап бергім келеді. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Ғалымдар осы тақырыпты зерттеген кезде, сағызды жұтқан кезде сіздің асқазаныңыз, яғни қорыту жүйеңізде не болады деген сұраққа жауап берді. Сағыз шайнап, иісті құртамыз деп қатты қателесеміз. Ауыз қуысынан шығатын жағымсыз иістің шығуы аса мән беретін жайттардың бірі. Ол стоматит, асқазан ауруы, асқазан жараларына әкеледі дейді ғалымдар. Сағыздың салдарынан тісіңіздегі пломбаларда түсіп қалады. Және сағыз шайнауға әкелетін бұлшықеттерге ауырлық әкелуі мүмкін. Ол беттің симметриясының бұзылуына әкеледі. Жалпы алғанда шайнау кез келген басқа тамақ сияқты сіздің қорыту жолыңыздан өтеді деп айтуға болады. Бірақ ол толығымен қорытылмайды. Бірақ сағыз табиғи жолмен шығуы мүмкін. Егер жұтып қойған сағыз болса, яғни табиғи жолмен шығады. Ол ішекке жабыспайды және үлкен тас түзбейді. Құрметті осы видеоны көруші достар, ал сіз сағызды көп шайнайсыз ба? Осы туралы комментарияға жаза кетіңіз. Рахмет.